Бірақ ислам діні ол тек қана намаздан ғана тұрмайды. Теолог маман ретінде әртүрлі діндар бауырларымызбен сөйлесеміз ғой. Түзету мекемелерінде, осы бостандықта. Сонда бір түсінгенім, адам дінге келгенде, намазға келгенде, кәдімгі жан-жақты ойланып, саралап, ақыл таразысына салып, сөйтіп барып келу керек. Көп жаңа діндар бауырлардың ойынша 5 уақыт намаз оқыса болды, ол ислам дінінің кәдімгідей ислам дінін ұстанып жүр. Ол ислам дінін ұстанып жүр, бірақ ислам діні ол тек қана намаздан ғана тұрмайды негізінде. Иман, ислам, ихсан деген бар, иман деген сенім, жүректегі сенім. Ислам деген, яғни шариғат, ол амалдар. Намазың, оразаң, зекет, қажылық деген сияқты амалдар. Ал енді ихсан деген үшінші тармағы бар, осы көп бауырларымыздың бойынан көрінбейді негізі. Ол деген адамдармен мәміле, ақлақ, яғни көркем мінез. Соңғы уақытта осы кейбір жаңағы біздің бауырларымызға осы ихсан, яғни көркем мінез, адамгершілік қасиет, яғни мұсылмандық сипат жетіспей жатады. Сол себептен, құрметті бауырым, ислам діні тек намаздан ғана тұрмайтынына аса мән беруді сұраймыз.